Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қаттама пісіретін боламыз. Бұл тағамды біздің үйдегілердің барлығы ұнатады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ыдысымызға еленген ұнымызды салып, үстіне тұз салынған жылы сумен орташа жұмсақтықта қамырлеп, оны 15-20 минутқа иі қану үшін демалдырып қоямыз. Қамырымыздың ішіне салатын салманы дайындап аламыз. Ол үшін үйде қандай зелен бар, соны салу керек. Менде бұл жолы көк пияз жоқ екен, ас көк бар екен, яғни укроп, және ақ желкен бар екен, яғни петрушка. Көк пияздың орнына мен кәдімгі бас пиязды қолдандым. Барлық көктерді жуып аламыз да, оның барлығын барынша майдалап турап шығамыз. Міне бас пиязымызды майдалап турап аламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымызды біз 4-ке бөліп аламыз. Әрқайсысын жұқа-жұқа ғып жайып алу керек. Осы арада мен газдың ең кішкентай көзіне сары майымды ертіп аламын. Қамырдың арасына жағуға кәдімгі тамаққа қосатын сұйық майды да қолдансақ болады, бірақ оған қарағанда ертілген сары май тағамды дәмдірек етеді. Сол үшін мен сары май қосамын. Сары майды жұқалап мен қолыммен ыңғайлы жағып шығамын. Болмаса арнайы щеткамен жағып шықсаңыздар да болады. Енді қамырымыздың үстіне біртіндеп тураған көктерімізді, пиязымызды себелеп шығамыз. Видеода өздеріңіз көріп отырғандай мен қамырдың үстіне бір ас қасық қана ертілген сары май жақтым. 2 ас қасық қоссаңыздар, одан да дәмдірек болады. Майланған қамырымыздың бетіне көктерді бірыңғай себелеп шыққаннан кейін, біз оны ақырындап конверт сияқтандырып бүктейміз. Қамырды әр бүктеген сайын арасына сары май жағып, көктерімізді сеуіп отырамыз. Егер үйде көк пияз болса, бас пияз қоспасаңыздар да болады. Қызып тұрған табамызға сары майды жағып жібереміз. Сөйтіп қаттамамызды салып, екі жағын бірдей пісіреміз. Орташа отта бір жағын 5 минуттай, екінші жағын 5 минуттай пісіреміз. Сосын астының отын азайтып, қақпағын жауып қойып, тағы да 2-3 минут ұстаймыз. Арасы әдемі пісу үшін. Бұл тағамды ыстық кезінде жесе өте дәмді болады. Осылайша 4-еуінде пісіріп аласыздар. Барлығын дайындау үшін 1 сағаттай уақыт кетеді. Табадан шыққан қаттаманың екі жағына да аз-аздап сары май жағып қойса ыстықтай, ол жұмсақ боп тұрады. Мінеки қаттамамыз дайын болды. Арасы шик емес, қараңыздар, міне, өте дәмді.